Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсут Талант, мамандығым ақпараттық жүйелер. Бүгінгі біздің тақырып 1930-40 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы туралы айтатын боламыз. Бірнеше сұраққа келер болсақ, Қазақ КСР-дегі индустрияландыру саясаты және оның қайшылықтары. 1920 жылдардың соңында Кеңес одағы социалистік қоғам құру мақсатында жедел индустрияландыру саясатын бастады. Бұл науқан Қазақстанда бұрын-соңды болмаған масштабта жүргізілді. Индустрияландырудың негізгі бағыттары: біріншісі шикізатты базаға айналдыру. Мәскеу Қазақстанда ауыр өнеркәсіптің дайын өнімін шығаратын аймақ емес, шикізат көзі ретінде, қосалқы базары ретінде қарастырды. Сондықтан кен орындары, тау-кен өнеркәсібі, рудниктер кеңінен ашылды. Екіншісі, ірі өндіріс орындарын салу. 1925-1940 жылдар Қазақстанда Қарағанды көмір бассейні, Балқаш мыс комбинаты, Жезқазған мыс қорыту зауыты, Риддер, Зырянов, Қоңырат, Шымкент зауыттары, Түркістан Сібір темір жолы, Түрксіб 1927-30 жылдары салынды. Бұл Қазақстанды бүкіл одақтық индустрияның маңызды құрамдасына айналдырды. Түрксіб құрылысы 1927-30 жылдар аралығында болды. Қазақстанның ең ірі индустриялық жобасы 1945 километр темір жол, мыңдаған қоныссыз қазақ аштықтан жұмысқа тартылды. Жобаға Тұрар Рысқұлов, Ораз Исаев секілді қайраткерлер атсалысты. Индустрияландырудың жетістіктері бізде. Қазақстан одақтағы түсті металл өндірудің ірі орталығына айналды. Қалалар саны артты, миграция күшейді, инженер-техникалық мамандар қалыптасты. Темір жолдар жаңа экономикалық байланыстарды ашты. Одан соң қайшылықтарына келер болсақ, біріншісі, қазақ халқының мүддесі ескерілмеді. Индустрияландыру қазақтардың емес, Мәскеудің экономикалық жоспарларын орындау құралы болды. Екіншісі, этнодемографиялық өзгерістер. Миллиондаған орыс, украин, белорус жұмысшылар Қазақстанға қоныс аударды, қазақтардың үлесі күрт азайды. Үшіншісі, мамандар тапшылығы. Жергілікті қазақ жастары жоғары білімге қол жеткізе алмады. Өндірісті басқаруда шетелдіктер мен орыстар басым болды. Төртіншісі, экологиялық апаттар. Қазба байлықты шамадан тыс өндіру табиғатқа зиян келтірді. Бесіншісі, қазақ қоғамдық қысым мен күштеу әдістері. Индустрияландыру кезінде жазалау, тәркілеу, ГУЛАГ жүйесіне миллиондаған адам тартылды. Қорытындылай келер болсақ, индустрияландыру Қазақстанда индустриалды аймаққа айналдырғанмен ол ұлттық кадрлардың дамуын тежеді, демографиялық апатқа келді, табиғи ресурстарды орталық мүддесіне жұмсады. Екіншісі, ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру және оның зардаптары. 1929-1930 жылдары кеңес үкіметі Қазақстанда ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру саясатын жүргізді. Бұл саясат қазақ халқының тарихындағы ең қасіретті кезеңдердің бірі болды. Ұжымдастырудың мақсаттары: дәстүрлі мал шаруашылығын жою, қазақтарды отырықшылыққа көшіру, мал мүлікті ортақ меншікке өткізу, астық пен ет дайындау жоспарын орындау, бай-кулактарды тап ретінде жою. Саясаттың жүргізу тәсілдері. Біріншісі, тәркілеу. 1928 жылы 700-ге жуық ірі бай мана феодал тұтқындалды, малдары тәркіленді. Байлармен бірге олардың руластары да қудаланды. Екіншісі, күштеп ұжымдастыру. Қазақтар малын колхозға тапсыруға мәжбүр болды. 1931 жылы Қазақстан ауылдарының 70% колхозға кіргізілді. Үшіншісі, отырықшыландыру. Көшпелі малшыларға шұғыл түрде тұрақты үй салдыру талабы қойылды. Төртіншісі, астық және ет дайындау жоспары. Мемлекет ауылдарынан бар малын тартып алды. Қазақ қоғамы экономикалық күйреуге түсті. Ұжымдастыру зардаптары бізде: бірінші, дәстүрлі шаруашылық күйреді. 1929-1933 жылдары 40 миллионға жуық малдан 4-5 миллион ғана мал алды. Екіншісі, жаппай босқындық. Қазақтардың 1,1 миллион астамы Қытай, Моңғолия, Ауғанстан, Өзбекстан, Ресейге босып кетті. Үшіншісі, 1932-33 жылдағы ашаршылықтың кесірінен 2,2 миллион қаза болды. Бұл халықтың 49% еді. Тарихшылар мұны геноцидтік сипаттағы саясат деп бағалайды. Төртіншісі, ұлттық демографиялық апат. Қазақтар өз жеріне ашылыққа айналды. Бесіншісі, әлеуметтік құрылым өзгерді. Рулар ыдырап, дәстүрлі билік институттары жойылды. Қорытынды: ұжымдастыру қазақ халқын тарихтағы ең ауыр демографиялық және рухани соққыға ұшыратты. Бұл саясаттың салдары бүгінгі ұлт тарихында терең із қалдырды. Үшіншісі, 1932-33 жылдар Қазақстандағы ашаршылық туралы куәгер естеліктері. 1932-33 жылдардағы ашаршылық қазақ халқының 20 ғасырдағы ең үлкен қасіреті. Бұл туралы көптеген куәгерлердің естеліктері сақталған. Куәгерлердің естеліктеріндегі негізгі мотивтер: біріншісі, адам шығыны мен босқындық. Көптеген куәгерлер ауылдардың бос қалғанын,
көшелерде адамдардан аштан қырылғанын жазады. Мысалы, біздің ауылда 60 үйден тек 6 үй қалды. Қалғандары аштан өлді. Аман қалу үшін Қытайға қарай күн-түн жүрді. Жол жөнекей адамдар құлап қала берді. Екіншісі, балалардың өлімі. Анам аштықтан әбден әлсіреген соң мені көтере алмай қалды. Көрші ауылда қалған інім аштан өлді. Адамдар балаларын жетімханаларға өткізді, бірақ онда да аштық болды. Үшіншісі, малдан айырылу трагедиясы. Біздің байлық мал еді. Малдың бәрін тартып алды. Аштық сол кезде басталды. Малсыз қалған қазақ өмір сүре алмады. Көшпелі шаруашылықтың негізі жойылды. Төртіншісі, қара жол мен өлім жолына шығу. Ауылдарын бірінен соң бірі босып, жол бойы мәйітке толы болған айтылады. Жолдың екі жағы өліп жатқан адамдардан көрінбейтін адам етін жеу фактілері туралы. Кейбір куәгерлер аштықтан шегіне жеткенде адамдар ел арасында ауыр қылмыстарында болғанын айтады. Аштықтан ақылынан айырылғандар адам етін жеген жағдайлар болды дейді. Алтыншысы, кеңес билігіне қарсылық. Колхозға кірмесек өнімімізді түгел тартып алатын, қарсы шыққанды атып тастайтын. Естеліктердің тарихи маңызды. Ашаршылық қазақ тарихындағы ұжымдастырудың саясатының тікелей нәтижесі. Куәгерлер сөзі бұл қасіреттің ең әділ әрі ауыр айғағы. Бұл естеліктерді жинау, тарихи жадты сақтау. Төртіншісі, аштық салдары. Аштық жылдары қазақ зиялыларының әрекеті. Қазақ зиялылары 1930 жылдардағы ашаршылыққа қарсы күресіп, халықты аман алып қалуға тырысты. Бірақ олардың әрекеттері кеңес билігі тарапынан қудалауға ұшырады. Негізгі қайраткерлер және олардың іс-әрекеттері. Бірінші, Тұрар Рысқұлов 1933 жылы Сталинге ашаршылық туралы 13 беттік баяндама жазды. Онда аштықтың себептерін, адам шығынын ашық жазып, нақты шаралар талап етті. Оны бүкіл әрекеті ұлтшылдық деп бағаланып, Рысқұлов саяси қысымға ұшырады. Екіншісі, Ораз Исаев Қазақ өлкелік партия комитетінің басшысы ретінде ашаршылықты тоқтатуға шаралар жасады. Мәскеуден азық сұрады, алайда кейін халық жауы ретінде атылды. Үшіншісі, Санжар Асфендияров Қазақстан тарихының алғашқы академиялық еңбектерінде ашаршылықтың себептерін көрсетуге тырысты. 1937 жылы репрессия кезінде атылды. Төртіншісі, ұлт зиялыларының өтініш хаттары. 1938 жылы Ғабит Мұсабаев, Ғатауллин, Ораз Жандосов, Сәдуақасов секілді қайраткерлер Мәскеуге хат жолдады. Хатта қазақ ауылдарының жағдайы, аштық көлемі, мал қырылуы ашық жазылды. Бесіншісі, көмек ұйымдастыру. Мектептері, жетім балалар үйлері ашылды. Қазақтар аштықтан қырылмас үшін көрші республикаларға көшіру жұмыстары жасалды. Қайраткерлердің тағдыры. Ұлт зиялыларының басым бөлігі 1937-38 жылдары атылды. Олардың еңбектері ұзақ уақыт жабық болды. Тарихи маңызы. Қазақ зиялылары ашаршылықты тоқтатуға тырысқанмен, тоталитарлық жүйе олардың әрекетін халық жауы ретінде бағалады. Бірақ олар қазақ халқын аман алып қалу үшін жанын берген тұлғалар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.